Сәлем достар, менің есімім Нұржан. Форекс немесе биржа трейдингпен айналысып жүргеніме 3 жылдың уақыты болды. Ұзақ уақыттан бері жалпы YouTube желісінде жалпы тегін оқыту мақсатында қысқаша сабақтар жасаймын. Келіп жүргеніне біраз уақыт болды. Енді көріп отырғандарыңыздай менің бірінші трейдингтен сабағыма қош келдіңіздер. Жалпы ең бірінші сабағымды риск немесе қауіптің алдын алу ретінде жалпы бірінші сабағымды сол тақырыптан бастағым келді. Бүгінгі сабақта риск менеджмент туралы сөйлесетін боламыз. Себебі риск жалпы трейдерларды ұтатын және ұтылатын трейдерларға бөлетін өте үлкен фактор болып саналады. Трейдер ретінде біз нарықта, маркетте ақша жасау үшін жұмыс жасаймыз. Ең маңызды нәрсе біздің капиталдың график сызығы бойынша төмендемеуі. Негізінен оның өсуі бізге өте маңызды. Әрине, бұл салада ұтылыстар, яғни шығынымыз да болады. Бірақ трейдер ретінде біздің қалайтынымыз ұзақ мерзімде меншікті капиталымыздың өсуі. Ол капиталды қорғап және өсуіне үлес қосу үшін біз ең бірінші жалпы риск қауіпті басқарып білу керекпіз. Жаңа айтқандай бізде әрқашан ұтылыстар болып тұрады. Бірақ та сол ұтылыстарымызды тым үлкен пайызда және жиі қайталайтын болса, біз ұзақ мерзімде ақша жасай алмайтын боламыз. Сондықтан осы видеода қалайша біз рискті басқаруымызды қалай басқару керектігін талқылайтын боламыз. Көп трейдерлер көбінесе басында жаңадан келген трейдерлер тәуекелді бағалай алмай, оны мүлде елемей кетеді. Сондықтан осы ең бірінші сабақ осы тақырып туралы. Әуесқой және аралық тәжірибелері бар трейдерлер рискті басқарып біледі және оның өте маңызды екенін түсінеді, бірақ кейде қателіктер жіберіп оны сақтамай да қалып жатады. Осы үш трейдерді қарап көрейік. Мысалы, яғни алғаш келген трейдер, яғни сіз немесе мүмкін сіздің қандай да бір тәжірибеңіз бар болады, орташа деңгейдегі трейдер және әуесқой профессионалды трейдер. Алғаш келген трейдер мөлшерінен көп ақша жұмсауы мүмкін позицияларда белгіленген риск жоспары жоқ. Яғни қанша ақша жұмсап жатырғандары туралы хабары болмауы мүмкін, әртүрлі лот өлшемін таңдай салып трейд ашып жіберуі мүмкін. Ұтыс болсын немесе ұтыс болсын эмоцияға беріп артынан одан да көп ақша жұмсауы мүмкін. Немесе кек алу деген жалпы эмоцияға беріліп артынан трейдтер ашуымыз өте ықтимал. Яғни мысалы 1000 теңгенің жаңадан келген трейдер алып 500 теңгесін салып жіберуі мүмкін. Ол 50%. Ал негізінен қанша пайыз стандартта, енді қазір айта кетемін. Орташа трейдерлер өздерінің қанша жұмсау керек екендерін біледі, қанша рискқа жалпы қауіпке қойып жатырғандарын біледі. Көбінесе аз мөлшерде ақшаны жұмсау керегін түсінеді, бірақ уақытымен кейде қатты тәртібінен болмау немесе жалпы тәжірибеден болмауынан өздерінің жоспарларын 100% орындамай қалуын. Кейде эмоцияға беріліп барлығын ұмытып кетуі мүмкін. Себебі трейдинг, трейдинг психология 90%-ға мен оны барлық жалпы үйреткен адамдарыма түсіндіріп айтқым келеді, бірақ енді басында адам түсінбеуі мүмкін. Сондықтан артынан уақыт өте келе түсінетін боласыздар. Жалпы трейдинг 90% психология. Яғни эмоцияңызға жақсы контроль бере алатын болсаңыздар, сізден жақсы трейдер шығады. Сондықтан орташа трейдерлар солай кейде іштеріп маркетте болмайтын жерден позиция ашып өздерін жоғалтулары да мүмкін. Енді әуесқой профессионал трейдер риск менеджменттің өте маңызды екенін түсінеді. Әрқашан өздерінің жоспарларымен жүреді, оны ешқашан ешбір жағдайда бұзбайды. Ол жоспарды өздерінің тәжірибесі кезінде жасаған жоспар көбінесе. Рискқа жалпы 0%, 5-2% белгілейді, одан асырмайды. Мысалы, 1000 теңгенің 1-2% ол 10-20 теңгеден артық ақша салмайды маркетке. Ешқандай эмоцияға берілмейді, немесе тәртіптен бөлек әр жерден трейд позиция жасалмайды. Неге профессионал трейдер болу өте маңызды? Себебі алғаш келген және орташа трейдерлер нарықта ұзақ мерзімде ұта алмайды. Егер рискті басқара білмесе, қанша жерден мықты аналитик болғанымен барлық жасаған ақшасын бірақ позициямен жоғалтып және одан ары қарай ұтылыс табуы мүмкін. Ал профессионал трейдерлер риск менеджмент табысты қамтамасыз етеді. Себебі риск менеджмент техникалды анализден көрі маңыздырақ менің ойымша.
егер сізде тәртіп болса, бір нақты жоспар мен позиция ашып, бір нақты пайыздағы қауіпті жұмыстан ешқандай стресссіз трейд жасауыңызға көмектеседі. Ең бірінші кеңес бұл 0% бис, 2%-ден артық рискқа бармау. Капиталыңызды жоғалту ықтималын азайтасыз, егер әлемдегі ең нашар трейдер болмасаңыз. Одан ары қарай өзіңізге белгілі бір жоспарлар құрсаңыз, мысалы бір күнде қанша пайыз төмендеу, немесе бір аптада қанша тұрыстан көп болмау дегендей, сол уақытта өзіңізді тоқтатып, артынан жалпы анализ жасай алып, неге осындай қателіктер болып жатыр дегенде, сонда ғана қайта пайда көретін боласыз. Осының өзі жеңіске жету үшін дұрыс бағыт береді деген ойдамын. Жалпы ең бастысы сіздің риск тәуекелге қойып отырған ақшаңызды және де одан ұтатын пайдаңыздың бір-біріне қарым-қатынасын түсінуіңіз керек. Келесі видеода жалпы риск менеджментті жалғастыра отыра, онымен қатар риск сосын пайда қарым-қатынасын түсінетін боламыз. Одан ары қарай оның барлығын техникалды анализға саламыз. Сосын ары қарай техникалды анализді түсінетін боласыздар. Сіздермен болған Нұржан, көп рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.